Ассалаумағалейкум қарапайым мастердің көрермендері. Бүгінгі видеода сіздерге уәде бергендей садаққа арналған оқ жасайтын боламыз. Достар, оқ жасауды бастаймыз. Сіздерге өте керемет лайфхак көрсетемін осы садақтың оғын жасау барысындағы. Сол лайфхак енді керемет болады, оны любой адам жасай алады, кәдімгі домалақ ағаштан оқты. Сол үшін арнаға тіркеліп лайк басып қойыңыздар, ол мен үшін өте маңызды, және сіздердің қолдауларыңыз қазақша контенттің, қолөнер контентінің дамуына үлкен септігін тигізетін болады. Ендеше арнаға тіркеліңіз, тіркелдіңіз бе? Кеттік. Алдымен бізге дәл осындай ағаш рейкілер керек болады. Ені 1,5 сантиметрлік, кез келген құрылыс дүкенінен табыласыздар. Келесі бізге керекті зат дәл осындай бұранданы қалпына келтіргіш зат. Бұны да құрылыс дүкендерінен табыласыздар. Біз осы затты кез келген нақты тұратын жерге орнатуымыз керек. Сондықтан мен осы темірдің арасына байлап қоятын болдым. Сіздер кез келген станокқа қыстырып, немесе осындай үйлеріңізде ыңғайлы жерге берік қылып тұрғыз қойсаңыздар болды. Жаңа рейкінің басын домалақтап, пышақпен жонып, дрелдің басына орнатылатындай қылып жасап алуымыз керек. Дрелдің басына ағашты орнатқан соң, екінші басын осы темірдің ортаңғы тұсына тақап тұрып, дрелді айналдыратын боламыз. Сол кезде біздің ағашымыз өзімен өзі жонылып, дәл осындай домалақ ағаш болып шығады. Міне қараңыздар, 4 бұрышты рейка ағаштан дәл осындай домалақ түзу ағаштар шығаруға болады. Бұл менің ойымша өте керемет лайфхак секілді. Енді сіздерге бұл процестің жақыннан қарағанда қалай орындалатынын анықтап көрсеткіміз келді. Сондықтан да біз қайтадан шуруповертке жалғап, өз мастерскойымда жақыннан түсірдім. Яғни осындай газовый ключпен біреуге сат қойсақ болады, яғни қысып ұстап тұрады, ал екінші жақтан ағашты айналдыра бересің. Сол кезде жонылып, кәдімгідей ағашымыз бір пәсте домалақ болып шығады. Міне байқасаңыздар, ағашымыз кәдімгідей домалақ болып қалған, бірақ сырты әрине қотыр-қотыр, оны біз қазір қатты қағазбен туырлайтын боламыз. Яғни қатты қағаздың кішкене қаттылау түрі және жұқалау түрін алып аламыз. Бірінші кәдімгі қалыңырақ түрімен дрелге қайттан жалғап, айналдырып, осы қатты қағазды үстіне кигізіп тұратын болсақ, ағашымыз кәдімгідей текстеле береді. Одан кейін екінші бетте жұқасымен істейтін болсақ, ағашымыз тіптен жылтыр болып шығады. Әрине бір-екі ағаштарымыз кішкене қисық екен, оны көретін боламыз оқ жасау барысында. Енді біз пластмасс бачоктың бөлшегін алатын боламыз. Яғни оқтың артыңғы тұсына осыны қойып көреміз. Ол жарай ма, әлде жарамай ма? Бұл тек эксперимент ретінде. Өзім интернеттен қарап, дәл осындай фигурада көргенмін. Осындай фигурада мен яғни өлшемде 3 пластмасс кесіп алдым. Енді осыны оғымның түбіне жабыстыратын боламын, яғни суперклей арқылы. Оған дейін біз оқтың ұшын жасайтын боламыз. Болгарка және де осындай қалың темір керек болады. Темірді біз жақсылап тұрып кесуіміз керек. Сол үшін алдымен өзімізге керекті фигураны сызып алуымыз керек. Мен жобалап осындай темірмен ойып сыздым және де болгаркамен толықтай кесіп алдым. Әрине мен таңдаған темір қатты қалыңдау екен. Бірақ ештеңе етпейді, егер қалыңдау болатын болса, оғымыздың басы ауырлау болады. Сондықтан да біз кесіп алып, болгаркамен толықтай текстейтін боламыз. Арада жарты сағат уақыт өтті, менде дәл осындай темір бас дайын болды.
Енді біз оны наждакпен тегістеп, одан соң қайтадан мастерскойға кіріп, осы 3 бөлшекті бір-біріне біріктіретін боламыз. Оған дейін біз осы оқтың нақты өлшемін кесіп алуымыз керек. Яғни стандарт 80 см болады. 80 см-ден кесіп алдым да оқтың басына дәл осы ағаштың екі тұсынан арамен кестім, яғни ішіне ойық жасадым. Осы ойыққа оқтың басындағы темірді орнататын боламыз. Мен майда жүзді арамен кесіп алдым, бірақ ортасындағы ағашты алу кішкене қиындық тудырды. Яғни кішкене дұрыс жасамайтын болсаң, шеті сынып кетуі мүмкін. Сондықтан мен осындай плоскогубец пайдаланып, ортасының барлығын алып тастадым. Енді темірімізді кигізіп көретін болсақ, әдемі киіледі. Суперклеймен жағып, оны жабыстыратын боламыз. Және суперклейдің өзінің шашатыны бар, сонымен тіптен берік болып жабысады. Суперклей жағып, үстінен осындай жіппен орасақ, тіптен оғымыз өте берікті болып шығады. Менің ойымша оқ өте жақсы болып келе жатыр. Енді оқтың түбінде, яғни біздің садағымыздың жібі ілінетін жерді дәл осылай ойып, кішкене суперклей тигізіп қоятын боламыз. Яғни кішкене ударларға, соққыларға бұл жер сынып кетуі мүмкін, сондықтан суперклей тамыз қоямыз. Жаңа пластмастарды жабыстырамыз супер желіммен. Енді сіздерге бір айта кететін нәрсем бар. Дәл осы пластмасты жабыстырып, мен өзім атып көрдім. Сол кезде кішкене проблемалар болады екен. Себебі бұл пластмас қатты, мен садақпен атқан кезде бұл пластмас ешқандай да майыспайды. Яғни ұшқан кезде мынау садақтың бұрышына осы оқтың соңғы пластмас тиеді да, оғымыз қисайып кетеді, және мына пластмастар түсіп қалады екен. Сондықтан да мен бұл жерді өзгертуге жөн көрдім. Яғни ауладан құстың қауырсынын іздедім. Әрине, әшейінде қауырсын көп көресің, бірақ іздеген кезде мүлдем таппайды екенсің. Соның өзінде мен аз кішкентай қауырсындар тауып алдым. Осының бір оққа жететіндей жақсы түрлерін таңдап алып, өзіміздің оқтың түбіне жабыстыратын боламыз. Оны да суперклеймен әдемілеп тұрып жабыстырамыз. Қауырсынын жабыстырған кезде 3 қауырсында бір-бірімен өлшемдері бірдей болу керек, барынша. Және де барынша бір түзумен түзу сызықта жабысуы керек. Себебі оқ ұшқан кезде оның барлығы рөл ойнайды. Араға 10 минут салып, менде дәл осындай 3 қанатты керемет оқ дайын болды. Енді бізде оқ дайын, ұшы барлығы бар, қауырсыны бар. Енді садағымызды оқтап, толықтай тексеретін боламыз, достар. Егер де осы видеоны алғаш болып көріп тұрған болсаңыздар, яғни алдыңғы садақ жасаған видеомды қарамаған болсаңыздар, төбеге сілтемесін қалдырып кететін боламын. Садақты жай ғана құбырдан және жай ғана рейкіден дәл осындай керемет қылып жасап шығардым. Ол видеоны да көріп кетіңіздер. Ең қызықты сәт, дәл осы жасаған садағымыздың күшімен оғымыздың күшін толықтай тексеретін боламыз. Алдымен мен 8 метр арақашықтықтан дәл осындай арнайы қойып қойған ағашқа аттым. Бірінші атқаннан ақ дәл тигіздім, және де оғымыз қадалып қалды. Маған өте қызық болды. Барып қарасам, оғымыздың басы жуандау, соның өзінде бұл ағашқа қадалып қалған. Дәл осы жерде мен 8 метрді өлшеп алдым, және де дәл сол жерден садақты аттым. Оғымның алғашқы жүзі дәл осындай қалыңдау еді, және өзгертіп мен дәл осындай жұқа темірден жасап көрдім. Яғни бұл да эксперимент ретінде. Енді ағашқа атып көретін боламыз 8 метр арақашықтықтан.
Міне бірінші мүмкіндіктен бұл да қадалды. Міне достар, метрді өлшеп көрейік. Жаңа 8 метрден артқанбыз. Әдем қадалды. Енді өлшейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 метрден ататын боламыз. Кеттік. Мәс саған. Шетіне қадалған қарсаңыздаршы. Ё-моё. Миллиметр ғой. Міне достар, біздің жасаған садағымыз бен оғымыздың нәтижесі дәл осындай. Егер де видео ұнаса, қарапайым мастер каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше. Достар, егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Және де алдағы уақытта не жасағанды қалсаңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.